Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді кеседе пісетін кекстердің жасалу жолын ұсынамын. Сізде кекс пісіретін форма болмаса, осы әдісті қолданып көріңіз. Жұп-жұмсақ болып шығады, арасы толықтай піседі. Жылдам дайындалады, оңай жасалады. Дәмі тіл үйіретін, дастарханыңыздың сәнін ашатын кекстерді сізде жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға қант саламыз. Жұмыртқаны саламыз. Миксермен ақ түске енгенше жақсылап шайқаймыз. Менің каналымда басқа да кекстердің жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Сонан соң сұйық майды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасындағы жылы айранды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Енді ас содасын саламыз. Қопсытқышты саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте електен өткізілген ұнды азысын сала отырып, біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Қамырымыз дайын. Сонан соң мейізді саламыз. Мейізді ортасынан бөліп салдым. Қаласаңыз мейізді бүтіндей салыңыз. Силиконды лопаткамен жақсылап араластырамыз. Енді таза құрғақ кеселерді дайындап аламыз. Барлық кесеге сұйық май жағамыз. Дайын тұрған қамырды кеселерге салып шығамыз. Қамырды салған кезде кесені толтырмаймыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Кекстерді 170 градуста 40-45 минут пісіреміз. Бұл жолы пешті алдын ала қыздырмаймыз. Пешті кесені салғаннан кейін барып қосамыз. Мінекей достар, өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын кекстеріміз дайын. Кесеміз сынып кетпейді, жақсы піседі. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін, дастарханыңыздың сәнін ашатын кекстерді сізде жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.